Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен дара және күрделі сын есімдер деген тақырыпты бастаймыз. Біз 1-6 жаттығулар аралығын қарастыратын боламыз. Бұл бізде 121 сабақ қазақ тілі пәні 2 сынып. Енді қараңдар, 1 жаттығу кестедегі сөздерді оқы. Мына жерде кесте берілген, бір жағында дара сын есімдер, екінші жағында күрделі сын есімдер. Енді қараңдар, дара сын есім дегеніміз не, күрделі сын есім дегеніміз не, оны қазір ажыратуды үйренеміз. Менің өткендегі видеоларымды көрген болсаңдар, біз дара етістік пен күрделі етістікті ажыратуды үйренгенбіз. Оны ажырату үшін дәл осы мына дара сын есім, күрделі сын есім дегенді ажырату үшін дара деген сөздің мағынасын біліп алу керек, түсініп алу керек. Дара деген ол жалғыз, біреу ғана, бір өзі ғана деген мағынаны білдіреді. Ал күрделі дегеніміз ол кішкене қиындау деген мағынаны білдіреді. Қиындау деген мағынаны білдіреді. Яғни ол бірден ғана емес, жай ғана емес деген сөз. Енді қараңдар, дара сын есім дегеніміз ол бірақ қана сөзден тұрады. Мысалы, ақ, бірақ сөзден тұр. Ақ қандай ақ, қандай қара, қандай жасыл, қандай сүйір, қандай үлкен, солай жалғастыра беруге. Қандай жақсы, қандай тамаша, қандай керемет, жалғастыра беруге болады, Ал күрделі сын есім дегеніміз қандай? Ағала, қара торы, жап-жасыл, сарала, үлкен-үлкен, осылай жалғаса береді. Көрдіңдер ме? Ол бір немесе екі сөздерден тұрады. Екі немесе одан көп сөздерден тұрады. Енді қараңдар, күрделі сын есімді екі сөзге бір сұрақ қойылады. Мысалы, ақ ала. Қандай ағала? Аққа бөлек, алаға бөлек қойып жатпаймыз сұрақты. Қандай ақ, қандай ала деп жатпаймыз. Қандай ағала? Қандай қара торы? Мына жылқының түсі қандай қара торы? Жап-жасыл. Бүгінгі ағаштардың түсі қандай? Жап-жасыл. Сары ала. Міне осылай қоямыз. Енді қараңдар, кестедегі сын есімдерді салыстырып, қандай сын есім дара, қандай сын есім күрделі болатынын өзің айтып көр. Міне біз жаңа айттық, дара деген ол бірақ сөзден тұратын сын есімдер. Ақ, көк, жасыл, сары бірақ сөзден тұрады. Ал күрделі сын есім ағала, көк ала, қара торы, жап-жасыл, сап-сары, сарала, үлкен-үлкен деген сондай сөздерді айтамыз. Енді мына ақпаратпен салыстыр дейді. Қане қараймыз. Бұл жерде бізде дара және күрделі сын есімнің ережесі. Бұны жаттап аламыз. Жаттап кез келген ережені балалар құр ғана кітапта қалай тұр солай жаттаудың қажеті жоқ. Оны сендер түсінулерің керек. Не жаттап отырғандарын сендер түсінулерің керек. Мысалы, қараңдар, сын есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара және күрделі болады немесе солай ғана айта салуға болады. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім дегеніміз ол бір сөзден тұрады. Міне осыны түсініп алыңдар. Ең басты түсініп алсаңдар, сендерге ережені жаттаудың қажеті жоқ. Оны тек қана түсініп, сол түсінгендеріңді айтып берсеңдер, түсініп тұрсаңдар, жаттығу орындағанда дара сын есім қайсы, күрделі сын есім қайсы, соны тауып беріп тұрсаңдар, болды. Сендердің мұғалімдерің сендерден одан артық ештеңе талап ете алмайды. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Міне, ақ, сары, көк ала, көрдіңдер ме? Екі немесе одан да көп сын есімдерден тұрады. Дара, күрделі деген сөз жаттап алсаңдар болды. Дара деген қандай сөз, күрделі деген қандай сөз? Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек жазылады. Міне, сары ала десе, сендер сары ала деп диктант кезінде бірге жазып қоймайсыңдар. Сары деген сөзді бір бөлек, ала деген сөзді бөлек жазасыңдар. Ақ сары десе, ақ сары деп бірге жазып қоймайсыңдар. Түсінікті ме, балалар? Міне осы нәрсені жаттап алыңдар. Миларыңа бірінші түсініп алыңдар, түсінгеннен кейін сол түсінгендеріңді айтып тұрсаңдар, міне ереже деген осы, балалар. Жақсы, ары қарай кеттік. Екінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Адам көп деген затты табиғаттан үйрену арқылы жасады. Табиғатты терең бақылап қарау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ұшу ерекшелігін зерттеп, оны үлкен-үлкен ұшақтар жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап тік ұшақ жасады. Міне осы сияқты адамның табиғаттан үйренгені көп. Енді қараңдар, балалар, бұл мәтін жалпы мына ұшу аппараттарының пайда болуы, ол қалай жасалды, сол туралы
кішкене болса да жаңағы тарихи мәлімет сияқты, тарихи мәлімет болғанда да қалай ұшу аппараттарын адамға жасауға не итермеледі, адам неге қарап ұшу аппараттарын жасады, неге қарап қандай заттарды жасады деген сөз ғой. Мысалы қараңдар, бұрынғы заманда ешқандай ұшу аппараты ештеңке болмаған, баяғы бұрынғы өткен заманда. Сол кезде адамдар бүйтіп аспан қараса құстар ұшып жүреді. А неге біз құс сияқты ұшуға болмайды? Адам өзі ұша алмайтынын білді, енді оған бір сол сияқты құс сияқты бір аппарат ойлап табу керек болды ұшатын, олар ұшақты ойлап таба бастады. Бірақ ұшаққа дейін олар дәл қазіргі біз мысалы қаладан қалаға, елден елге ұшып жүрген ұшақтар емес, бірінші олар дельтаплан, тағы басқа, яғни жай мысалы нәрселерді ойлап таба бастады. Мысалы әуе шары деген сияқты. Одан кейін барып олар жаңағы көп нәрсені түсініп, жаңағы ұшудың өзінің физикалық бір заңдарын барлығын түсініп болғаннан кейін барып қана қазіргі таңда ұшып жүрген өте жылдамдықта қозғалатын ұшақтарды ойлап таба бастады екен. Енді мәтін не туралы? Міне айттық мәтін туралы. Енді мәтін неше бөліктен тұрады? Бұл жерде мәтін балалар 3 бөліктен тұрады. Негізгі жалпы толық бір ойды бастан аяқ қамтитын мәтін балалар әрқашанда 3 бөліктен тұрады екен. Мысалы, бірінші бөлімі ол кіріспе бөлім деп аталады. Міне, бірінші азат жолдан басталып тұрған сөйлем, ол кіріспе бөлім. Кіріспе бөлімі бір сөйлемнен тұруы мүмкін, бірнеше сөйлемнен тұруы мүмкін. Яғни ол басында жаңағы кіріспе бөлім деген сол мәтінге бізді итермелейді. Яғни біз сол кіріспе бөлімін оқи отыру арқылы біз мәтін не туралы болатынын білеміз, болжап отырамыз. Енді арғартай негізгі бөлімде сол мәтінді толығымен ашады, мағынасын ашады. Мысалы, құстың ерекшелігін зерттеп, оны үлкен ұшақтар жасауға пайдаланды деп, яғни жалпы мәтіннің мағынасын ашады екен. Енді арғартай келесі соңғы бөлім қорытынды бөлім. Қорытынды бөлім дегеніміз, яғни осы жалпы мәтіннен түйген ойды қорытындылайды. Міне осы сияқты адамның табиғаттан үйренгені көп. Міне көрінер ме? Қорытындылай келді. Яғни одан да басқа әлі нәрселер көп деген сөз. Адамның табиғаттан үйренген нәрсесі көп. Міне мәтін 3 бөліктен тұрады. Неше бөліктен тұрады деген сұраққа жауап бергенде мәтін кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Енді мәтін түрін анықта дейді. Бұл бізде әңгімелеу мәтіні. Бұл бізде сипаттау мәтіні емес, болжау мәтіні емес, жаңағы пайымдау мәтіні. Ондай емес балалар. Бұл бізде әңгімелеу мәтіні. Жалпы жай ғана сөзбен әңгімелеп тұр. Хабарлау жаңағы сөйлемдерімен. Арқартай, енді қандай ұшақ түрлерін білесің дейді. Мен сендерге өткендегі видеоларды қарап жүрсеңдер, балалар, ұшақтың негізгі 2 түрі болады. Яғни біріншісі азаматтық ұшақ, жаңағы почта ұшағы бар, оның ішінде курьерлік ұшақтар бар, хат хабар таситын, сосын кейін адамдарды таситын ұшақ бар, сосын тағы қандай ұшақ бар. Міне ол азаматтық ұшақтар және әскери ұшақ деген болады екен. Әскери ұшақтар деген оның да түрі өте көп екен. Әскери ұшақтардың жаңағы бомбалаушы ұшақтар бар, атқыш ұшақтар бар, бензин тасығыш ұшақтар бар, тағы да кете береді ұшақтар. Міне ұшақтың түрлері осылар. Міне балалар, сүңгуір деген сөзге не бере кетейін, мына жерде түсінік бере кетейін. Сүңгуір деген судың астына сүңгиді деген мағынаны білдіреді. Сүңгитін нәрсе дегенді білдіреді. Мысалы, сүңгуір қайық дейміз, судың астында жүзетін қайық. Подводная лодка деп айтады, орысша. Сүңгуір қайық деп айтады. Міне осы нәрсені судың астына сүңгиді деген сөз, судың астына түседі деген нәрсе. Енді ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал, мәтіннен сын есімді тауып, дара күрделі екенін ажырат. Енді осы мәтіннен сын есім табайық. Бұл бізде терең деген сөз, терең, табиғатты терең бақылап қарау арқылы. Қандай терең, қалай бақылап, қандай деген сөз. Міне бұл дара сын есім. Міне біз сын есімдерді таптық. Енді арғартай, бұл жерде мен сендерге кішкене ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал дейді. Сендер енді өздерің арғарай энциклопедияны іздейсіңдер. Мына жерде мен қазір бірнеше ұшу аппараттарын сендерге ұсынамын, көрсетемін, суретін көрсетемін, аттарын айтамын. Сендер сол ұшу аппараттарын іздеп, сол туралы біраз мәлімет жинасаңдар, сендерге өте құнды өздеріңе білім болады.
Мысалы міне дельтаплан деген ұшу аппараты. Бұл бір адам немесе екі адам болып ұшатын мынандай үлкен қанатты нәрсені айтады екен. Дельтапландар қазіргі кезде де бар, бірақ оны тек қана мынандай қызық үшін ғана нетеді, адамдар ұшады екен. Арғартай әуе шарлары да олар бұл арнайы бір мақсатта қолданбайды қазіргі кезде. Бұны тек қана жаңағы бұрынғы көне дүние ретінде, сосын жаңағы қызықтау үшін бұрынғы енді қанша дегенмен адамдар бұрынғы нәрсенің қандай болатынын, әуе шармен ұшудың қандай болатынын көргісі келетін адамдар үшін бұл арнайы қызық үшін қазір ұшады адамдар, әуе шарларымен. Дирижабль деген мынандай аппарат болады екен балалар, үлкен әуеде үлкен кеме жүзіп баратқан сияқты, немесе әуеде үлкен бір кит жүзіп баратқан сияқты осындай дирижабль деген аппарат болады екен. Бұл да ұшу аппараты. Одан кейін қазіргі ұшақтар міне адамдарды таситын, мемлекеттен бір мемлекетке ұшып тез жеткізетін ұшақтар болады екен. Тік ұшақтар, міне инелікке қарап тік ұшақ жасады деп айтып жатыр ғой бағана. Міне тік ұшақтар бар екен. Сосын кейін міне зымырандар мен енді бұны бәрімізге түсінікті, бұл мен космосқа дейін ұшамыз, космосқа дейін бара алады екенбіз. Яғни бұл жаңағы космос кемелері деп айтады, ондай да аппараттар бар. Міне өздеріңе қай аппарат қызық, мүмкін сендерге бұл аппараттардан басқа ұшу аппараттары қызық шығар, солар туралы тауып қазір интернет желісінен, энциклопедиялардан тауып іздеп қарастырып оқып біліп жүргендерің өздеріңе қызық болады, пайдалы болады әрине. Үшінші жаттығу балалар, ойлан тап. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды. Бұл енді балалар өте оңай, бұны бірден таба аласыңдар деп ойлаймын. Ұшақты біз әрине құсқа қарап ойлап тапты. Мына экскаваторды жер қазатын көртышқандарға қарап ойлап тапты. Арғартай кемелерді, қайықтарды аққуларға, үйректерге қарап ойлап тапты. Тік ұшақты инелікке қарап ойлап тапты. Сүңгуір қайықты балықтарға қарап ойлап тапқан екен. Жақсы. Келесі 4-ші жаттығу, өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Қатесіз көшіру туралы тағы да қайталап өтемін. Өлеңді мұқият оқисыңдар, әр тыныс белгілерін барлығын қарап отырып қатесіз көшіріп жазасыңдар. Қатесіз көшіріп жазу кезінде қате жіберу өте ұят, балалар. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі. Енді бұл ғарышкерлер туралы айтылған өлең, мысалы кішкентай баланың ғарышкер болу туралы арманынан шыққан өлең. Батыр болам, көк аспанды сүйемін дейді. Ғарышқа балалар кез келген адам ұша алмайды, оған тек қана батыр, өте сондай жүрегі мықты адамдар ұшады, Жұлдыздарға барып келіп жүремін дейді. Енді осы жерден сын есімдерді табайық. Бұл батыр және көк деген сөздер. Бұлар дара сын есімдер, Батыр болам, қандай болам, батыр болам, қандай аспан, көк аспан, Жақсы. Келесі балалар 6-шы жаттығу. Бұл жерде енді жаңылтпашты қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Жаңылтпаш деген бәріміз білеміз, ол біздің есте сақтау қабілетімізді арттырады, тілімізді жаттықтырады, өте сондай керемет нәрсе, Енді оны қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Енді көшіріп жазуларын керек, бірақ қатесі бар. Ұшақ, құсша ұшар, құсша. Енді ол бір қараған адамға дұрыс сияқты, құсша. Неге дұрыс емес деп айту мүмкін. Ал шын мәнісінде құсша. Ұшақ не сияқты ұшады? Құсша, құс. Яғни құсша ұшады, Бұл жерде қатесі шы мен сының орнын ауыстырғаны. Естілгенде қалай естіліп тұр, дәл солай жазы салған, жазылуынан бөлек. Арғарай, ұшақ ұшса, ұзақ ұшар. Бұл жерде ұшша деп жазып болған. Енді біз тез айтқанда ұшша деп айтамыз солай. Бірақ жазылған кезде ол ұшса деп жазылады екен, балалар? Міне балалар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Сендерге бүгінгі видеодағы осы бүгінгі тақырыптағы барлық жаттығулар түсінікті болды деген ойдамын. Менің видеомды менімен бірге тамашалағандарың үшін көптен көп рахмет. Менің каналым сендерге ұнаса лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңді қалдырып, менің каналыма тіркеле жүріңдер. Алдағы уақытта мен көптеген видеолар салатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңдар.